Маңғыстаулықтар және өлке қонақтары. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай облыстық мәдениет басқармасының және Ақтау қаласы әкімдігінің қолдауымен Мұнайлы ауданының әкімдігі 2016 жылдың 7 желтоқсаны сағат 15:00-де Абай атындағы мәдениет демалыс кешенінде өтетін аймақтық жыршы термешілердің алтынды орда ұран жыр атты жыр кешіне шақырады. Жыр кешіне Батыс Қазақстан облысынан Фархат Оразов, Армат Исламғалиев, Атырау облысынан Бақытбек Сәрсенов, Айбек Қабыланбеков және Маңғыстау облысынан Жеткізген Сейітов, Аманбек Сәуірбаев, Әсет Ақниязов, Жанар Нұрмұханова, Арғын Бейсенов, Болат Шәулиев, Ақылбек Өтешев, Орынжан Селбаев, Бердібай Тойғылиев, Ізмұрат Молбаев, Нияз Бектұров, Темірбек Асқанбаев, Оспан Құлсыма және күйшілер Әзірбай Өскінбаев пен Кенжебек Аяғановтар қатысады. Кеш жүргізушісі Қазақ ұлттық өнер университетінің ұстазы профессор Амандық Көмекұлы. Мәңгілік елдің мәңгілік жырына қанық болам десеңіздер, есік ашық. Құр қалмаңыздар ағайын.